Армысыздар тыңдарман, бүгін Қаракесек руының тарихын айтатын боламыз. Ендеше тыңдап көрелік. Бұл шежіренің жоғарғы жағында Қаракесек бес мейрамның бірі атанып, Болат Қожадан өсіп өнгендігін Шаншар абызға шейін сөйледік. Шаншар абыздың 3 қатыны болды дедік. Қызбике, Айбике, Нұрбике. Қызбикеден Әлсай, ол өскен жоқ. Айбикеден Келдібек, Тыныбек, Есіркеп, Жәнібек 4 бек атанған. Келдібекке өз заманында Бегі-мысық деген әулие атанған қожа кітап ашып, талай нәме көтеріп, 2 беті толған мен, 2 емшегі, 2 сүйретпедей толық, 1 аяғы ақсақ қыз. Солай қылсаң, тұқым жұрағатыңнан құтты да туады, сүтті де туады. Әруақты, бақты ханға бергісіз биде туады деген соң, 40-тан асқанша қатын алмай жүріпті. Бір ауып бара жатқан Ақымбет Керей деген елден осы қыз табылыпты. Келдібек қатындыққа алыпты. Асан, Үсен, Бадана, Бөдене, Сәдібек, Қазыбек 6 ұл тауыпты. Бұлардың ақсақтың алтауы атанғаны сол. Шешелері балаларын емізгенде бір емшегін баланың аузына салғанда, бір емшегін иығының үстіне асып отырады екен. Олай қылмаса сүті жерге саулап кетеді екен. Асан Үсен егіз туған екен. 2 емшегінің үстін егіз бала тау салмаған екен. Қазыбек жалғыз өзі-ақ сүйретпелерін керегенің басына іліп қоятұғын қылады екен. Үсен ұрпағын бұл күнде Құланша атаған. Қазыбектің бәйбішесінен Қазымбет, күң қатынынан Бекболат. Қазымбеттен Анай, Жанай, Қанай, Атымбай. Қазымбеттің баласы Қанай Жанай, ортаншысы Атымбай, кенжесі Анай. Қараұзақ пен Сарыұзақ Қарақалпақ, құлтекесін сұраймын, әлде қалай. Қанайдан Базыл, Базылдан Жылқыбай, Саржан, Саржаннан Жаманкөт Қажы, Жылқыбайдан Қорабай, Шалабай. Жанайдан Соқыр би бала, Анайдан Жолшара, бұл да қазы болған. Бекболаттан Тіленші, Тіленшіден Тоқсанбай, Алшынбай, Дөкей ері болған Алшынбай би осы. Алшынбайдың бәйбішесінен Жүсіп, мұнан туады Исламбек, Толғанбек. Алшынбайдың тоқалынан Қақабай, бұл 5 ағайынды болған. Айбеке ежелден толық бір болыс ел. Қаз дауысты Қазыбек туған соң не кемдігі болсын.